Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз анам тосап жасайды. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Неден, из чего. Тосап жасайды. Делает варенье. Анама көмектесемін. Я помогаю маме. Тосапта неден жасайды? Из чего готовит варенье? Анаңа көмектесесің бе? Ты помогаешь маме? Кісі, человек. Тазаладым, чистил. Келесі тапсырма балалар. Мәтінді мұқият тыңдайдыңыз. Менің атым Әлібек. Меня зовут Әлібек. Бұл кісі менің анам. Это моя мама. Оның аты Арайлым. Ее зовут Арайлым. Менің анам ақылды, мейірімді, жақсы адам. Моя мама умная, добрая, хороший человек. Ол мені балапаным деп еркелетеді. Она ласково называет меня цыпленком. Мен де анамды жақсы көремін. Анама көмектесемін. Я тоже люблю свою маму. Анама көмектесемін. Помогаю маме. Бүгін анама көмектестім. Сегодня я помогал маме. Мен алма тазаладым. Я почистил яблоки. Анам алмадан тосап жасады. Мама сделала варенье из яблок. Следующее у нас первое задание. Бірінші тапсырма. Мы должны ответить на эти вопросы устно, ребята. Первый у нас Әлібектің анасының аты кім? Ее зовут Арайлым. Әлібектің анасының аты Арайлым. Второй вопрос. Оның анасы қандай адам? Она добрая, умная и хороший человек. Әлібектің анасы ақылды, мейірімді және жақсы адам. Анасы Әлібекті қалай еркелетеді? Анасы Әлібекті балапаным деп еркелетеді. Әлібек анасына көмектесе ме? Әрине, Әлібек помогает своей маме. Әлібек анасына көмектеседі. Әлібек не істеді? Әлібек алма тазалады. Анасы не істеді? Анасы алмадан тосап жасады. Келесі бізде 4-ші тапсырма 62-ші бет. Письменно выполняем тетради. Диаграмманы толтыр. Дополни диаграмму, отвечая на вопрос тосап қандай? Варенье какое? Например, варенье какое? Варенье вкусное. Тосап қандай? Тосап дәмді. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар. До свидания, ребята.